Егер бір күні таңертең оянсақ, және аспанда күн болмаса ше, көк аспан жоқ, жарық жоқ, таң атпайды, тек қараңғылық. Бұл жай ғана бұлтты күн емес. Күн мүлде жоғалып кетті деп елестетейік. Және ол 7 күн бойы қайта шықпайды. Алғашқы минуттарда ешкім ештеңе түсінбейді. Адамдар оны жай ғана табиғи құбылыс деп ойлайды. Тұтылу ма, ғарыштық шаң ба, уақытша құбылыс па? Бірақ бірнеше сағат өткен соң шындық айқындала бастайды. Күн сәулесі жерге шамамен 8 минутта жетеді. Егер күн жоғалса, біз оны 8 минуттан кейін ғана байқаймыз. Сол сәттен бастап планета толық қараңғылыққа енеді. Электр жарығы бар қалалар аман қалады. Бірақ ауылдар мен жарықсыз аймақтар қара түнекке батады. Бірақ жылу көзі жоқ. Суық баяу басталады. Орташа температура бірнеше градусқа төмендейді. Жылы аймақтарда салқын сезіле бастайды. Күнсіз фотосинтез тоқтайды. Өсімдіктер жарықсыз энергия өндіре алмайды. Бірнеше күнде олар әлсірей бастайды. Күн энергиясына тәуелді жүйелер істен шығады. Күн панельдері пайдасыз металға айналады. Паника басталады. Әлем бойынша үкіметтер төтенше жағдай жариялайды. Орташа жаһандық температура 0 градусқа жақындайды. Жер беті жылуды ғарышқа шығарып жатыр, бірақ орнына ештеңе алмайды. Жануарлар мінез құлқы өзгереді. Құстар бағытынан жаңылады. Көптеген тіршілік иелері биологиялық сағатын жоғалтады. Адам психологиясы да өзгереді. Үздіксіз қараңғылық адам санасына ауыр соққы. Ұйқы режимі бұзылады. Уақыт сезімі жоғалады. Орташа температура минусқа түседі. Тропикалық аймақтардың өзі салқындай бастайды. Өзендердің беті мұз қабығымен жабыла бастайды. Ауыл шаруашылығы іс жүзінде тоқтайды. Әлем экономикасы күйреу алдында. Орташа температура шамамен 15 градусқа дейін түседі. Кішкентай көлдер мен өзендер толық қатып қалады. Теңіздер әлі толық қатпайды, себебі олар үлкен және жылуды ұзақ сақтайды. Бірақ беткі қабат мұзға айнала бастайды. Өсімдіктердің көпшілігі өледі. Фотосинтез бірнеше күн тоқтаса да, экожүйе қатты зақым алады. Минус 25 градус. Көптеген аймақтарда тіршілік ету қиындайды. Электр станциялары жұмыс істеп тұрса ғана адамдар жылы жерде қалады. Энергияға сұраныс күрт өседі. Жылу басты ресурсқа айналады. Кедей аймақтар ең қатты зардап шегеді. Жабайы табиғатта жаппай қырылу басталады. Орташа температура 40 градусқа жақындайды. Мұхиттар толық қатпайды, бірақ олардың беті қалың мұзбен жабылады. Аспан әлі қараңғы. Жұлдыздар анық көрінеді. Жер мұзды планетаға айнала бастайды. Бірақ ең маңызды сұрақ: күн шынымен жоғалды ма, әлде тек жарығы жетпей тұр ма? Егер күн шынымен жойылса, жер тек қараңғылыққа емес, тартылыс күшінің өзгеруіне де тап болады. Күн біздің гравитациялық орталығымыз. Ол жоғалса, жер орбитадан шығып, ғарышқа қарай түзу бағытта қозғала бастайды. Бірақ біздің сценарийде күн тек сөнді деп елестетейік. 7 күннен кейін күн қайта шықса не болады? Егер 7-ші күннен кейін күн қайта пайда болса, жер бірден жылып кетпейді. Көптеген өсімдіктер өлсе де, кейбірі аман қалады. Адамзат тірі қалады. Бірақ экожүйе үлкен соққы алады. Шындықта не болар еді? Ғалымдардың есептеуінше, күн мүлде жойылса, 40 degré, 100 degré, 200 degré. Мұхиттар толық қатып, тек астындағы терең қабатта ғана сұйық су қалуы мүмкін. Жер мұзды шарға айналады. Қорытынды: күн жай ғана жарық көзі емес. Ол жылу. Ол фотосинтез. Ол өмірдің негізі. Біз оны күн сайын көріп үйреніп кеткенбіз. Бірақ ол болмаса, өмір бірнеше күннің ішінде өзгеріп кетеді. 7 күн ғана. Сондықтан келесі жолы күн шыққанда, оның жай ғана жарық емес екенін есіңе ал. Ол жердегі бүкіл тіршіліктің жүрегі.